Бұрынғы әйелім мені өзімнің ініммен алдап, одан бала тапқан. Ата-анамның еркесі, ең сүйікті ұлы сол інім еді. Енді менің күтпеген жерден мансабым көтерілген соң, сол жиіркенішті отбасым менен ақша сұрай бастады. Мен отбасыммен 18 жасымда үйден кеткен кезден бері сөйлеспегенмін. Олар маған әрдайым бөтен адамдай қарайтын, ал інім нағыз алтын бала болатын. Бір күні менің құрметіме емес, керісінше інімнің туған күніне кеш ұйымдастырғанда, мен олардың мені ешқашан өз баласы санаған емес екенін түсіндім. Сол сәттен бастап мен бұл отбасымен еш байланыс болмауын қаладым. Колледжде оқуды өз еңбегіммен және несие арқылы төледім. Оқуды аяқтаған соң досыммен бірге пәтер жалдап өз өмірімді бастадым. Ата-анаммен байланыс үзілді, олар да мені іздемеді, уақыт өте берді. Бір күні інімнен хабар келді. Ол маған жазып, ата-анам мені сағынғанын, бәрін қайта бастағылары келетінін айтты. Сол кезде мен үйленген едім, бірақ ата-анама деген реніш әлі де жүрегімде болды. Соған қарамастан мен кездесуге келістім. Кездесу ыңғайсыз өтті, бірақ олар өткендегі қателіктерін түзеткісі келгендей көрінді. Мен де сеніп оларға мүмкіндік бердім. Сөйтіп оларды үйіме қонаққа шақырдым. Бірақ сол сәт менің ең үлкен қателігім еді. Сол кездесуде інім мен әйелім танысып, аралары жақындаса бастады. Бірнеше айдан соң әйелім жүкті болды. Мен қуанып, бұл менің балам деп ойладым. Бірақ уақыт өте інім жиі келетін болды. Оның әйелімнің ішін сипап, балаға сөйлейтіні мені қатты мазалады. Әйелім бұған мән берме деді, бірақ ішімдегі күдік кетпеді. Жүктіліктің 6-шы айында әйелім ұйықтап жатқанда мен оның телефонын қарадым. Сонда бәрі анықталды. Хаттарынан әйелім мен інімнің арасы баяғыдан бар екенін білдім. Бала да менікі емес екен. Ең сорақысы, олар мұны менен жасырып, бала туған соң ғана бәрін айтпақ болған. Сосын ажырасып, әйелім ініме тұрмысқа шығуды жоспарлаған. Ал мен баласына алимент төлеп отыратын болдым. Келесі күні мен әйеліммен сөйлестім. Басында бәрін жоққа шығарды. Бірақ кейін бәрін мойындады. Осылайша 2 жылдық некеміз аяқталды. Әрине, ата-анам ініммен бұрынғы әйелімнің жағына шықты. Екеуің де бізге қымбатсыңдар деген сөздері бос уәде болып шықты. Олар әлеуметтік желіде менің әйелімнің ініме тұрмысқа шығатынын жариялағанда, бүкіл отбасы оларды қолдады. Ешкім менің қандай күй кешкенімді, сенімім мен жанымды қалай таптағандарын ойлаған жоқ. Ал әйелім болса 6 ай бойы мені алдап, бұл баланың менікі деп сендіріп келген. Бұл бәрінен де ауыр соқты. Мен өзімді тек әйелімді ғана емес, баланы да жоғалтқандай сезіндім. Ата-анам болса бәрі жақсылыққа деп інімнің маған жасаған қылығын тағы да ақтап шықты. Тіпті олар маған, інің мен бұрынғы әйелің бақытын тапты, соған қуан, тойларына кел деді. Сол сәтте мен оларды өмірінен бір жола өшірдім. Бірақ бұл жағдай мен үшін тым ауыр болды. Мен көп ақшамнан және көлігімнен айырылдым. Өйткені бүкіл отбасы бұрынғы әйелімнің жағына шықты. Ініммен бірге олар адвокат жалдап, мені улы мінезді, бақылауды жақсы көретін адам етіп көрсететін өтірік әңгіме ойлап тапты. Олар мен әйелімді жұмысынан кетуге мәжбүр еткенсің деп айыптады. Бірақ ол өзі шешім қабылдаған болатын. Отбасым сол өтірікке де сеніп, біз онымен сөйлеспейміз, себебі ол әйелдерді құрметтемейді, ашушаң деп мәлімдеді. Маған қарсы жеткілікті жалған дәлел жиналды. Нәтижесінде мен көп ақшамнан айырылдым. Бірақ бақытым бар екен, үй менде қалды. Ажырасу аяқталған соң мен тек бір нәрсеге қуандым. Енді бұл адамдарды ешқашан көрмейтініме. Бақытыма орай, мен тұрған жерде ажырасуға ұзақ күту мерзімі жоқ еді. Сондықтан бәрі тез бітіп кетті. Бұрынғы әйелім де сотқа шағым түсірмеді. Мен өміріммен әрі қарай жүруді қаладым. Барлығын ұмыту оңай болмады, бірақ өзімді қолға алдым. Жұмысқа беріліп, бар күшімді салып, жақсы адам болуға тырыстым. Бұл еңбегім ақталды. 2 апта бұрын мен қызметте көтерілдім. Жоғары лауазым, жақсы жалақы, жаңа қызметтік көлік, бәрі болды. Мен қатты қуанып, сүйікті мейрамханама бар кешкі ас ішейін деп шештім. Бірақ мен қателік жасаппын. Бұл жаңалықты әлеуметтік желіге жазып қойдым. 2 күн өтпей жатып, анам хабарласты. Ол мені үйге кел деп өтінді.
Мен аң-таң болдым, олар неге енді іздейді екен. Біз ажырасқаннан кейін мүлде сөйлеспеген едік. Олар тіпті бұрынғы әйелімнің өтірігін де жақтап шыққан болатын. Бірнеше күн анамның қоңырауларына мән бермей жүрдім. Бірақ ол тоқтамай қайта-қайта қоңырау шала берді. Бұл да көмектеспеген соң ол тіпті менің жұмысыма келіп алды. Кетуге көнбей, әкімшілікпен жанжал шығарып, масқара жағдай жасады. Одан құтылу үшін мен уәде бердім, жақын күндері келем дедім. Бірнеше күннен кейін мен сол уәдемді орындап, олардың үйіне бардым. Олар ажырасудан және алименттен түскен ақшамен үлкен үйге көшіп алған екен. Жаңа туған сәбиге ол небәрі 3 апта бұрын туған. Көбірек орын болсын депті. Менің ойымша, мен төлеп жүрген алимент олардың басқа шығындарына да кетіп жатты. Бірақ бұл мені аса мазаламады. Өйткені ол менің қазіргі табысымның аз ғана бөлігі болатын. Інім үйде жоқ еді. Бұрынғы әйелім ұйықтап жатқан. Мен тек ата-анаммен сөйлестім. Әңгіме бастауға тырыспай, олардың не айтпақ болғанын күтіп отырдым. 5 минут үнсіздіктен кейін әкем шыдай алмай айтты. Інімді жұмыстан шығарып жіберіпті. Ал алиментпен ажырасудан қалған ақша енді жетпей жатыр екен. Олар менің әлеуметтік желідегі жазбамды көріп, жалақым көтерілгенін білген соң, маған көмек сұрап келіпті. Ақшалары таусылыпты. Ата-анам зейнетте. Інімнің жұмысы жоқ. Бұрынғы әйелім де жақын арада жұмыс істегісі келмейді екен. Әрине, 5 адамнан тұратын отбасыға. Оның үстіне жаңа туған бала бар. Мен төлейтін алимент аздық ететіні түсінікті. Бірақ мен бәрібір шошып кеттім. Олардың менен көмек сұрауға батылы жеткеніне. Басында үнсіз қалдым. Бірақ кейін өз-өзіме келіп, бұл әңгімеге нүкте қою керек екенін түсіндім. Сөйтіп ештеңе деместен орнымнан тұрып кетіп қалдым. Есікті ашып далаға шыққанда, алдынан інім шықты. Ата-анам мені тоқтатуға тырысты. Отырып тыңда деді. Ал інім мені көріп сасып қалды. Мен ештеңе демедім, жай ғана кетіп бара жаттым. Сол сәтте нөсер жауып тұр еді. Көлігім үйдің алдындағы көгалдың жанында тұрған. Сондықтан толықтай су болып қалдым. Бірақ көңіл күйім онсыз да мүлде жоқ еді. Мүмкін бұл жерде мен де дөрекілеу болған шығармын. Себебі ата-анам мен інім артымнан жүгіріп шықты. Мен қалтамнан кілт іздеп тұрғанымда, олар соңғы рет көмек сұрап, бұл жолы сөзді інім бастады. Ол әрдайым тәкаппар, өзімшіл болатын. Бұл әрине ата-анамыздың теңсіз тәрбиесінің салдары еді. Сондықтан оның менен шын ниетпен көмек сұрағанын көру маған таң қаларлық жағдай болды. Оларды көндіру ата-анама да оңай болмаған сияқты. Демек олардың қиындықтары шынында да бар еді. Бірақ мен өзімді ұстай алмай, ашуға беріліп кеттім. Оларға, мені енді мазаламаңдар. Егер ақша соншалық қажет болса, көшеге шығып, садақа сұраңдар. Кездейсоқ өтіп бара жатқан біреу сендерге менен гөрі көбірек жанашыр болар, дедім. Содан кейін көлігіме отырып кетіп қалдым. Оларды жаңбыр астында қалдырдым. Жалған айтпаймын, бұлай істеу мен үшін бір сәтке болса да жеңілдік әкелді. Өйткені олар өмір бойы мені адам құрлы көрмей келген. Содан бері 2 күн өтті. Қазір мен өзімді дұрыс істедім бе, жоқ па, соны білмеймін. Анам әлі күнге дейін хабарласып жазып жатыр. Іштей кінә сезінемін, көмектеспегенім үшін. Менде ақша бар, аздап беруге де шамам жетер еді. Бірақ бәрінен кейін олардың мені тек пайдаланып жатқанын сеземін. Сондықтан өзіме сұрақ қойдым. Мен дұрыс істедім бе? Бұрынғы әйелімнің жағында болған адамдарға, маған өтірік айтып арқа сүймек болған туыстарыма қазір көмектесуім керек пе еді? Жаңалық бір. Мен оларға көмектеспеуді ұйғардым. Бұл шешім маған оңай тиген жоқ, өзімді кінәлі сезіндім. Бірақ кейін ойландым. Олар мені өмір бойы төмендетіп келді. Ажырасу кезінде де солай істеді. Ендеше мен неге қазір олардың алдында мейірімді болуым керек? Мен анама жазып, мені мазалауды тоқтат, әйтпесе адвокаттарға жүгінем. Онда жағдай сен үшін жақсы аяқталмайды дедім. Әрине, бұл оларды ашуландырды. Бірнеше күннен кейін інім үйіме келіп сөйлескісі келді.
Ол маған жаның ашығанын білем. Балалық шақта саған әділетсіз қарады, бірақ мен оған кінәлі емеспін. Мен табиғатымнан сенен жақсырақпын, сондықтан ата-анамыз мені ерекше көрді деді. Ол тіпті мені кінәлай бастады. Ата-аналар осындай жағдайда дәл солай істер еді. Сондықтан өзіңді бұлай ұстама. Қазір оларға көмектес. Балалық өкпені ұмытып, өзіңді қолға ал деді. Мен оның айтқан сөздеріне күлкімді әрең тежедім, соншалықты ақымақ естілді. Мен оған, мені төмендетіп кінәлі сезіндіріп, ақша алмақ болғанша, уақытыңды босқа өткізбей, жұмыс іздегенің дұрыс болар еді дедім. Бұл оны қатты ашуландырды. Ол айқайлап, сен тек қызғанасың. Тіпті ата-анамызда бұрынғы әйелің де мені таңдады, ал сенен теріс айналды, деді. Одан кейін, сен ақша бермей кек алып жатырсың, деп айыптады. Мен дауласпадым. Керісінше, сабырмен. Иә, дәл солай. Мен кек алып жатырмын. Сен бұған ештеңе істей алмайсың дедім. Бұл сөз оны одан сайын ашуландырды. Ол маған, көресің, мен сені мәжбүр етем, бәрібір ақша алам. Мұның үшін өкінесің, деп қоқан-лоққы жасады. Шынын айтсам, мен оны мүлде байыппен қабылдамадым. Қорқыта берсін, бәрібір мені тоқтата алмайды. Мен жақсы білем, ол маған ештеңе істей алмайды. Сондықтан мен бұл туралы мүлде уайымдамаймын. Жаңалық 2. 3 күн бұрын інім тағы келді. Мақсаты мені көндіріп көмектестіріп алу. Бірақ әрине еш нәтиже шықпады. Бұған дейін ата-анам да әрекеттеніп көрген, бірақ олар да сәтсіз болған еді. Бұл жолы тіпті бұрынғы әйелім өзі хабарласты. Алғашында мен телефонды алмай қояйын деп ойладым. Бірақ егер жауап бермесем, тағы да үйге келіп мазалайды деп шешіп тұтқаны көтердім. Сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Адамдардың арсыздығына шек жоқ екен. Ол әдепті сөйлеп бастады. Бәрін түсінем, біз саған көп жамандық жасадық. Сен көмектесуге міндетті емессің, бірақ сен бәрібір үлкен жүректі адамсың ғой, деді. Ол менің аяушылығымды оятуға тырысты. Атаның сені өсірді, саған көп күш жұмсады. Ал мен жақсы жар болуға тырыстым, деді. Иә, әрине. Егер ескерсек, ата-анам мені өмір бойы елемей, інімді бәрінен жоғары қойды. Ал ол сол ініммен мені алдап жүрді. Сондықтан оның сөзі маған мүлде әсер еткен жоқ. Мен оған, маған сендер үшін өкінішті, бірақ мен онсыз да артық ақша жұмсап жүрмін, сен лайық емес алимент алып отырсың. Сен мені алдадың, бірақ бәрібір жеңіп шықтың, өйткені отбасым маған қарсы шығып сені жақтады, дедім. Сонда ол телефонның ар жағында жылап, мені эгоист әрі тасжүрек деп айыптай бастады. Бұл сөздерінен мен тек ирония көрдім. Осындай адамнан мейірім күтудің өзі күлкілі еді. Мен көмектесуден тағы да бас тартқанымда, ол ашуланып, інің дұрыс айтқан, сен бізді сотқа баруға мәжбүр етесің. Біз алиментті көбейтіп тағы сотқа береміз, деп қорқытты. Шынын айтсам, мен бұдан қорықпаймын. Керісінше олардың бұған қалай жететінін көру қызық болар еді. Өйткені алғашқы сотта мен тым шаршап, олардың өтірігіне қарсы тұруға да шамам жетпеген еді. Мен ешқашан олардың айтқандай токсичный немесе бақылаушы адам болған емеспін. Сондықтан оның опасыздығына ешқандай ақтау жоқ еді. Ол сол ажырасудан кейін бір тиын да алуға лайық емес болатын. Бірақ ол кезде менің оған бәрібір еді, тек бәрін тезірек аяқтағым келді. Қаржылай шығын болса да, бастысы сол адамдарды енді ешқашан көрмеу еді. Бірақ бұл жолы мен дайын болдым. Мен бәрін соңына дейін жеткізуді және солардың өмір бойы ұмытпайтындай сабақ алуын қаладым. Жаңалық 3. Күтпеген жерден бұрынғы әйелім расында да уәдесінде тұрды. Менің жақында алған қызметтік жоғарылатуыма сүйеніп, ол алиментті көбейту үшін сотқа арыз берді. Бірақ бұл жолы мен ештеңені жайына қалдырмадым. Мен ортақ достарымызбен сөйлесіп, оларға шындықты айттым. Ажырасудың себебін, олардың жасаған сатқындығын, менің отбасымның қалай оның өтірігін қолдағанын. Көпшілігі бұл туралы ештеңе білмейтін, тек ажырасқанымызды ғана естіген еді. Достарым естігенде қатты таңғалды және
Егер сотқа дейін барса, менің пайдама куәлік беруге келісті. Мен сондай-ақ адвокатым айтып, бұрынғы әйелімді алименттен толық айыруды талап еттім. Өйткені ол оған ешқашан лайық болмаған. Соңғы бірнеше күнді мен дәлел жинауға арнадым. Менің ата-анам мен інімнің қандай қатыгез болғанын, ешқашан мені өздерімен тең көрмегенін, енді тек менің табысым үшін маған жабысып жүргенін дәлелдеуге кірістім. Мен бұл паразиттерден түбегейлі құтылғым келді. Олардың сезімдерін енді мүлде елемей. Тіпті алыстау туыстарымның біразы да менің жаққа шығып, мені қолдауға келісті. Олар өз көздерімен көрген еді. Отбасым мені әрдайым артық адам етіп көрсетіп келгенін. Біз жақын болмасақ та, олар мен үшін куәлік беруге келісті. Адвокатым нәтижеге риза болды. Оның айтуынша іс өте берік дәлелдерге сүйеніп тұрды. Және бізде бұрынғы әйелімнің алименттен толық айырылуына барлық мүмкіндік бар еді. Барлығы оның маған опасыздық жасағанын білетін. Бірақ ол бәрін керісінше бұрып, өзін құрбан, ал інімді батыр етіп көрсеткен болатын. Бұл таза өтірік еді. Бірінші сотта мен шаршағандықтан күресуден бас тарттым. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша болды. Мен әділдік орнатуға бел будым және мен жеңдім. Менің отбасым үнсіз қалды. Достарым мен туыстарымның видео куәліктері бәрін дәлелдеді. Олар маған қарсы айтқанның бәрі өтірік екені анықталды. Олар бұл жолы да бәрі бұрынғыдай оңай аяқталады деп ойлаған. Бірақ мен енді әлсіз, эмоцияға берілетін адам емеспін. Шыны керек, осының бәрінен кейін мен әлдеқайда күшті болдым. Кеше ресми түрде хабарланды. Жаңа деректер мен дәлелдердің арқасында мен енді бұрынғы әйеліме алимент төлеуге міндетті емеспін. Сол сәтте мен, бәлкім, әлемдегі ең бақытты адам болдым. Бәрінің жүзіндегі сол баяғы тәкаппар күлкі жоғалып, менің бұрынғы әйелім көз жасын әрең ұстап тұрғандай көрінді. Бірақ енді оның көз жасы мені еш толғандырмады. Мен үшін ең бастысы бұл ұзақ азапты тариханың аяқталғаны еді. Үйге барып, өзіме дәмді бірдеңе айтып, фильм көріп демалсам деймін деп ойладым. Бірақ әрине, менің туыстарым менің тыныштығымды бұзбай қоймады. Үйіме небәрі бірнеше метр қалғанда, мен інімнің көлігін байқап қалдым. Неліктен ол осында екенін түсінбедім. Бірақ бәрібір үйге қарай жүре бердім. Тек есік алдына келгенімде, бүкіл отбасым есігімнің алдында тұр екен. Жолымды бөгеп, мен таңғалдым, не айтарымды білмедім. Бірақ сабыр сақтап салқын қанды түрде, мына жерден кетіңдер, әйтпесе полиция шақырам дедім. Сонда әкем сөз бастады. Ол маған отбасы алдындағы жауапкершілікті ұмыттың. Ең қиын сәтте көмек көрсетпедің. Сен бізді саттың деп лекция оқи бастады. Ол сөйлеп болғанда мен ештеңе демедім. Жауап бермедім де, көзқарасымды да өзгертпедім. Өйткені мен түсіндім, олардың мақсаты мені ашуландырып, эмоциялық күйзеліске жеткізу еді. Бірақ мен енді баяғы аңғал емес едім. Менің үнсіздігім оларды одан сайын ашуландырды. Анам әкеме ол сенімен сөйлесін деп талап етіп айқайлады. Бірақ мен бәрібір үн қатпадым. Олар айғайлап бірдеңе дәлелдеуге тырысты. Бірақ мен тіпті көзімді жұмбадым. Ақыры інім шыдамады. Ол алға ұмтылып, менің көйлегімнен шап беріп ұстап, ұруға тырысты. Бірақ әкем араласып, оны кері тартып алды. Сонда інім айқайлап, сен қызғаншақ, өмірінде ештеңеге жетпеген сүмелексің, деді. Бұл сөздер маған тіпті күлкілі естілді. Өйткені оны айтып тұрған жұмыссыз, ата-анасының үйінде тұрып, маған ақша сұрап жүрген адам еді. Мен тыныш қана, 5 минут ішінде кетіңдер, әйтпесе полицияны шақырам дедім. Олар бір сәтке тістеніп тұрды, бірақ ақырында шегінді. Бір кетер алдында анам тағда. Ұят емес пе, бізді көмекке мұқтаж қалдырдың деп. Соңғы рет қысым жасауға тырысты. Бірақ бұл да нәтиже бермеді. Ақыры олар үнсіз бұрылып кетіп қалды. Содан бері бір тәулік өтті. Және олар маған енді хабарласуға да тырысқан жоқ. Мен шын жүректен үміттенемін. Осы оқиға осымен аяқталып, бұдан әрі ешқандай жалғасы болмайды. Осы әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.
Ал енді айтыңыздаршы, сіздер бұл туралы не ойлайсыздар? Менің ойымша, бұл оқиғаның соңы толығымен заңды және әділ нәтиже. Бірақ автордың ата-анасы мен бұрынғы әйелі оның психикасына қатты әсер еткені анық. Өйткені егер бәрі дұрыс болғанда, бұрынғы әйелі ешқашан алимент алмас еді. Бірақ мені ең қатты таңқалдырған нәрсе, ол сотта өзіне тағылған қатыгез, бақылаушы деген айыптарды дәлелдеп өз атын ақтауға мәжбүр болғаны. Шынында, егер сот әділ өткен болса, бала сенен емес дегеннің өзі жеткілікті ғой. Ешқандай алимент төлеудің қажеті жоқ. Бірақ мен кейін білдім, кейбір елдерде бұрынғы жұбайға, тіпті ортақ баласы болмаса да, алимент тағайындауға болады. Бұл көбіне сол адамның қаржылық жағдайы нашар. Ал екіншісі бай болса, сол себептен жасалады. Мұндай заң ақш-тың көп штаттарында, сондай-ақ Канадада, Ұлыбританияда, Австралияда, Германияда, Францияда, Испанияда, Италияда, Швецияда және тіпті Оңтүстік Африкада да бар екен. Сондықтан шын айту керек, бізде ер адамдар үшін бұл тұрғыда әлі жақсырақ. Жалпы пікірлеріңізді жазыңыздар. Осы оқиға туралы не ойлайсыздар?